Амансыздар ма, құрметті оқырмандар, каналыма қош келдіңіздер. Қазақ тіл каналының дамуына үлес қосып, тіркеліп жатқан әрбір жанға алғысым шексіз. Шаңырақтарыңыз берекелі болсын. Ең әлсіз деген әйелдің өзі баласы үшін бүкіл әлеммен соғысуға дайын. Балаға келген кезде үнсіз қалма. Оның болашағы үшін анадан асқан жауапты адам жоқ. Жеке басыңа тиіскенде үнсіз қалуға болады. Жеке шекараңды таптағанда да үнсіздікті таңдауға болады. Бірақ балаға келген кезде ешқашан үнсіз қалма. Қызда 40 көліктік бақыт бар дейді. Төркіндеп келген қызды төрге отырғызсаң, сол бақыттың жұғыны төрде қалады. Адам екі уақытта үнсіз қалады. Бірі бәрін түсінгенде, енді бірі бәрінен көңіл қалғанда. Сен өзіңе ғана керексің. Өзіңе құрметпен қарауың керек. Өзіңді бар болғаның үшін бағала. Өзін өзі бағалаған, өзіне құрметпен қараған адамға мына әлем ашық. Адам өзінің құндылығын өзін елемей кеткенде жоғалтады. Қапаланба, ешкімге істеген ісі үшін ашуланушы болма. Керісінше, саған опасыздық жасағандарға рахметіңді айт. Олар саған адал болуды үйретті. Өтірікшілерге де алғысыңды айт. Олар саған шындықты көруге көмектесті. Айналамда жақсы жаман бәрі жүр. Қарап тұрсам жаратқанға тәңір бір. Досым болсын, қасым болсын айтарым. Қол ұшыңды бере алмасаң әрі жүр. Айналамда жақсы жаман бәрі жүр. Қарап тұрсам жаратқанға тәңір бір. Ту сыртымнан қанша пышақ ұрсаң да, бетіме кеп айтпаған соң бәрі бір. Өзің үшін өмір сүр. Сен үшін ешкім өмір сүрмейді. Өзіңді күтіп, өзіңді сыйлай біл. Сонда басқалар бағалай біледі. Біреудің мінін көргенше, жамандығын тергенше, өз ойыңды мазалап, өз бойыңды тазалап, өзіңмен алыс өлгенше. Нығметке шүкір етпесе, ол жабайы аңның үркіп қашқаны секілді адамнан қашады. Сондықтан қолыңдағы нығметті шүкірмен байла. Тәжіміз иман, әшекейіміз көркем мінез. Жаман ойдан сақтаныңдар, өйткені ол сөздің ең жалғаны. Өзіңнің көңіл күйіңді бір қалыпты көтеріңкі деңгейде ұстауға тырыс. Тіпті басқалардың ашуын келтіріп, өмірден түңілдіретін жағдайлар болса да, сен мықты бол. Басыңа түскен жағдайдан жақсысын көруге үйреніп, соған сүйенуге тырыс.